Милли гвардияның мейданға кетірілі вынен 5 еллығы мұнасибеті еле 15 аскер девлет тарафындан мукафатланды. Нишан ве медальларны Украина президенті Петро Порошенко берді. Бұл 5 ел içinde 1360 аскер мукафатланды, олардан 188 өлген сон. 5 еллық мұнасибеті еле президент Милли гвардияның Львив полкына Гарби Украина халық жемхуриеті жандармериясының коменданты Александр Красицкийның адыны қойды. Бұндан ғайры Милли гвардия бөліклері яны тәчхизатларнен тәмен етілді. Олардың арасында новатор ве варта автомобильлері, санитар ве сарғылав мобиль ноқталар. Бүгінде Милли гвардияда мұқавелет тызып çalışқан аскерінің сайысы 20 бенден зияды. Збирається залишити нас в спокій. Путин бізге қаршы тежавузны тоқтатмайжақ. Бүгінде эпіміз ачық айдын көрмектеміз. Кремль мемлекеттегі сайлауларны вазиетні стабильсізлештірмек için құланмақ істей. Сос садеже кереклі намзетлерінің құланы ваққында дегіл. Бұндан ғайры умумен сайлауларны бозыжақ план аққында. Ве бойлеже мемлекеттегі ички чатышыв олғанына көстережек ола.